Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет, қарапайым, ешқандай заттарды пісіруді қажет етпейтін салат жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет. Менің арнамнан осындай түрлі рецепттер табасыздар. Жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Салатты дайындау үшін біз ең алдымен қажетті ингредиенттерімізді турап аламыз. Ең бірінші ол бізде қиярды біз осындай 4 бұрышты етіп, үлкен емес, орташа 4 бұрышты етіп турап аламыз. Кейін қызанақтарды да дәл солай 4 бұрыштылеп, барлығын мөлшерін бірдей етіп турап аласыздар. Кейін дәл солай сырымызды да турап аламыз. Соны да дәл қияр мен қызанақты турағандай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Барлығын сосын кейін бір-біріне қосып, тұзымызды саламыз және де бізде мына жерде кирешки, яғни кептірілген нандарымызды да салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Кейін оған майонезімізді саламыз да жақсылап араластырып аласыздар. Майонезді мен көз мөлшерімен салдым. Сіздер де өз ұнағандарыңызша саласыздар. Міне осындай қарапайым салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!